Сәлеметсіздер ме тағы да құрметті әріптестер. Біз Платон жүйесіне жұмыс жасау бойынша видео нұсқалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін енді студенттен келген тапсырманы қалай тексереміз, қалай доработкаға жібереміз, немесе қалай бағасын қоямыз, соны қарастырамыз. Мен өткендегі Қошқарбаева Әлия Ембергенқызының атынан кіремін. Және бір студенттің атынан тапсырма орындалды. Тапсырма орындалғандықтан міне байқасаңыздар, кірген кезде задание бөлімінде үстінде бір саны пайда болды. Бұл жерде сіздерде қанша студент қанша тапсырма жіберсе, сонша сан шығып тұрады. Мен бір студенттің атынан кіріп задание орындадым жаңа. Міне байқасаңыздар, міне физика пәнінен берген тапсырмасы бір қызыл саны пайда болды. Яғни мына жасыл батырманы бассақ, плюс міне Алипов Райымбек отправлен на проверку. Яғни Алипов Райымбек кіріп тапсырманың жауабын жіберді. Оны тексеру үшін біз мына Алипов Райымбектің үстінен басамыз. Отправлено на проверку дейді. Текущая оценка. Байқасаңыздар, өздеріңіз жіберген материал және соның астында Алиповтың жіберген суреті тұрады. Бұл жерде ол бір сурет емес, бірнеше сурет жіберуі мүмкін. Мен бірақ тест ретінде бір сурет жіберіп көрдім. Егер бұл суретті жүктемей ашып көргілеріңіз келсе, жанында көздің суреті тұр, байқасаңыздар. Сол көзді бассаңыздар, сурет бірден көрінеді, не тапсырма жібергені. Мынау менің енді тапсырмаға түк қатысы жоқ, өзім бір файлды жіберген ғой. Сол файлды осылайынан тікелей студент жіберген тапсырманы ашып көре бере аласыздар. Және оның тапсырмасын тексеріп болғаннан кейін үстіңгі жаққа шығып, егер көңілдеріңіз толмаса, отправить на доработку дейсіздер. А егер көңілдеріңіз толса, выставить оценку батырмасын басасыздар. Мысалға мен выставить оценку деймін, және бүгінгі күнге күнін таңдайсыздар міндетті түрде, қай күнге екен. 24-не болса 24-не, не болмаса 25-не болса 25-не, және мынерде балдық жүйемен балын қоясыздар. Яғни бірден 100-ге дейінгі балдық жүйе ғой. Сол жерден 5-ке, 4-ке, 3-ке орындаған баланың сол балдық жүйе бойынша балын қоясыздар. Және сохранить батырмасын басасыздар. Енді мен қазір бұл жерде сохранить етіп бір кісінің атынан бал қоймаймын, сондықтан оны өздеріңіз шешесіздер. Бұл жерде орындаған балаларды тізімін мына бір батырма арқылы көруге де болады, бүткіл балалардың жіберген жұмысын. Не болмаса следующий деп көруге де болады. Негізгі бүгінгі түсіндіргім келген нәрсе осы болатын. Міне назарларыңызға рахмет.